Апат айтып келмейді. Табиғаттың тосын мінезіне төтеншеліктер қашанда дайын тұру, ол міндет. Елімізде көктем 2023 республикалық штабтық оқу-жаттығу жұмыстары басталып кетті. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын жиын біздің өңірде де жүріп жатыр. Бүгін Ақтау қаласында су тасқынының алдын алу мақсатында штабтың құрамымен танысу жұмыстары ұйымдастырылды. Оқу-жаттығуға облыс басшысының орынбасары, төтенше жағдай департаментінің басшысы және қала әкімі қатысты. Олар штаб құрамымен танысып шықты. Жалпы енді басқа өңірлермен салыстырғанда тасқын болатындай қауіп жоқ, бірақ дегенмен де әртүрлі нөсер, жаңбыр, басқа да қолайсыз ауа райы орын алған жағдайда біз толықтай дайындығымызды көрсетіп отырмыз. Жалпы Ақтау қаласы бойынша жедел әрекет ету қызметінің саны 14, барлық арнайы қызметтер толықтай әртүрлі төтенше жағдайларға немесе азаматтық қорғаныс болған жағдайда толықтай дайын. Құрамда 150-ден аса маман және 42 техника бар. Оларға қандай да бір қауіп төнсе, соған төтеп беру міндет жүктелген. Әрбір құрылым өздеріне тиісті жұмыстарды шұғыл үйлестіруге дайын болуы қажет. Құралдарын басқару бойынша іс-қимылдар және өзара іс-қимылдар үйлесімділігін жетілдіру, пысықтау қажеттігі айтылды. Жалпы енді болжам бойынша Маңғыстау облысына су тасқыны өте тәуекел төмен облыстардың бірі. Өзіңіз көріп отқандай, жаңа қар су қоры қазіргі таңда жоқ. Дегенменен төтенше жағдай айтып келмейді, сол себепті біз дайын болуымыз керек, қандай да болмасын төтенше жағдайға. Ертеңгі жоспарлар мына штабтардың жұмысын біз шыңдайтын боламыз, соны пысықтаймыз. Бүгінгі таңда барлық практикалық іс-шаралар жүргізіледі. Табиғи апат кезінде ел қорғаны, қуатты төтеншеліктер, су басу немесе су жайылу қауіпі туындаған кезде әрекет ететін барлық қызметтер сақадай сай болуы міндетті. Айта кетейік, оқу-жаттығу жұмыстары 2 күнге жалғасады. Жасұлан Мұқан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.